Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер каналы. Сіздерге бүгін бауырға зиян 7 тағам туралы айтатын боламыз. Достар, айтпас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз. Бауыр ас қорыту мен ас сіңіруге қатысатын ең үлкен без. Ал оның ең үлкен қызметі бұл ағзаға түскен ауыр, улы заттарды залалсыздандыру. Дәлірек айтса, ағзаға түскен қауіпті, пайдасы жоқ тағамдарды реттеуді қолға алатын мүше. Егер залалы мен зияны мол тағамды көп тұтынатын болсақ, мұның соңы бауырдың түрлі ауруға шалдығуына, істен шығуына әкеледі. Ендеше мұның алдын алу үшін мамандардың айтуымен мына 7 түрлі тағамды тұтыну тоқтату қажет. Ең алдымен бірінші, мамандардың айтуынша қанты мол тағам тұтынуды доғару қажет. Әсіресе газдалған сусынды. Оның құрамында химиялық заттар мен хош иістендіргіш, зиянды қоспа, мұның бәрі бауырға салмақ салады. Газдалған сусынның денсаулыққа зияны туралы бұған дейін де талай айтылған болатын. Алайда, бұл жолы ғалымдар тиянақты тәжірибе жүргізіп, адамның өмір сүру ұзақтығын анықтайтын хромосомаларды зерттеуге бел буды. Бұл хромосома аймағын теломер деп атайды. Оның ұзындығы адамның қалай тез қартайып бара жатқанын көрсетеді. Сараптама барысында 5000 адамнан қан алынған. Олардың басым көпшілігінің теломерлері қысқа болып, газдалған сусындарды көп тұтынатындығы анықталды. Газды сусын тұтынған адамдар мен темекі тартатын адамдардың өмірінің ұзақтығы бірдей деген болжам бар. Өйткені газды су тек қана ағза клеткаларын қартайтып қоймай, сонымен қатар жүрек ауруларына, қатерлі ісікке, диабетке шалдықтырады. Сондықтан газдалған сусындар тұтынбай, оның орнына қарапайым су ішкендеріңіз абзал, себебі оның денсаулыққа пайдасы мол. Екінші, көкөніс ағзаға өте пайдалы, бірақ жемісті байқап жеген жөн, әсіресе фруктоза жемістің бір түрі. Көп жемістерді азайтқан абзал. Үшінші, бауырға тұз жақпайды. Тұзы мол тағамдарды азайту қажет. Әсіресе бір қорап чипс не қытырлақты. Оның құрамындағы тұз бір күндік нормадан асып кетеді. Ішімдік бауырды езіп жібереді, сондықтан алкоголь тектес ішімдіктің бәрін ішпеген жөн. Бесінші, бауырға зиянды тағамдардың бірі крекер тектес піспенан түрлері. Онда рафинатталған көміртегі мен қант көп болады. Алтыншы, шұжық пен майлы еттің орнына майы аз, үйрек пен тауық етін жеген дұрыс деседі. Жетінші, мамандар айтқан зиянды тағамның 7-ші түрі майлы қуырылған тағам.